Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырып мазмұны шаруа деп аталатын қолданбаны іске келтіру, жүктеу, тіркелу және жүйеге кіру, әрі қарай қолдану. Ең басты біз мына Google'да мындай Play Store деген бар. Осыны басқан бетте осындай бір парақша ашылады. Соның ішінде іздеу мүмкіндігін тауып, мына іздеу жолында шаруа деп терсек, сосын мына іздеуін басып, осы тізімнен көреміз. Шаруа, берік, бизнес. Негізі қалай тануға болады? Осы суреттен тануға болады. Күнбағыстың суреті, ортасында Wi-Fi антеннасы. Бұл енді негізгі логотип. Осы арқылы енді баса қалайық. Мінекей осындай ашылды. Орнату деп тұр. Орнату деп басайық. Орнатыла басталды. Көп уақыт алмайды. Міне 100% жүктелді. Енді орнатылады. Біз енді күтеміз. Ашу деген батырма пайда болған кезде соған басамыз да ашамыз. Бар болғаны 1 минут уақытыңыз кетеді жүктеуге. Ал енді ашайық. Ашқан бетте мынандай бірінші бет ашылады. Мынандай бет ашылады. Сәлемдеме. Соның ішінде 2 батырмасы бар. Тіркелу және кіру. Енді ең алғашқы рет ашқандай болсаңыз, жүктеп, онда әрине тіркелу керек. Одан кейін бір рет тіркелесіз, одан кейін тек қана кіресіз. Ал тіркелуін бастым, осы жерде 3 жолы бар. Электрондық пошта форматы мынандай, мысалы. Енді әркім біледі, электрондық пошта деген қолданылған адам қалай теретінін біледі. Одан кейін 2 рет құпия сөз теру керек. Бірінші рет кемінде бір 6 латынша символ болу керек. Екінші рет қайталауыңыз керек. Өйткені қате болса, онда жүйеге кіремей қаласыз. Сондықтан 2 рет теріп, өзіңізді жадыңызда сақтап қаласыз құпия сөзіңізді. Сол себептен мен енді бір ойдан шығаратын бір электрондық пошта терейін. Тест. Мұны дұрыс болмаған кезде қызылмен бояйды да, дұрыс болған кезде өзі жасылмен бояйды. Қазір көресіз соны. Мына жерге бүйтіп тест.com дей салайын да. Бірақ нүкте olur. Міне жасылмен боялды. Ал енді парольді тест. Енді ойдан шығарып отырмын. Com. Енді бұны қайталаймын. Тест.com деймін. Ал енді тіркелім. Тіркелген бетте кіру парақшасы ашылады. Бұл жерде жаңағы алғашқы тіркеген поштамызды тереміз. Сосын құпия сөзді. Бір рет. Бәрі дұрыс болса, жүйеге кіреміз. Мына бұл жерде сізді сәлем беріп отыр жүйе. Тапсырыстардың саны 0, сомасы 0 деп тұр. Енді әрине бірінші рет кіргесінен осылай болады. Ал енді бастауды басқан бетте бұл жерде осындай бір парақша ашылады. Деректерді өңдеу. Негізінде мына бетте осы картаны ашуымыз керек. Тек осы жол деп қойыншы. Бұл жерде өзіңіздің мемлекетіміздің картасы ашылады. Әзірше қоя тұрайық, мына жерге аты жөнімізді жазайық. Мен енді басынан бастап тест.com деп келедірмін. Телефон нөмірім мысалы 8 ары қарай теруге болады. Не болса плюс басып 7, сосын кейін мысалы 701, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 саны қосамыз біз Қазақстанда. Осында бір нөмір деп тіркейін деп отырмын.
Ал енді негізгі мына адресті қолмен тергенше, көше, ауыл, үйдің нөмірін тергенше мынандай бір мүмкіндік келтіріп отырмын. Бұл деген негізі қолайлы. Себебі мысалы мен Қазақстанның қайбір Өскемен маңайында тұратын болсам, Өскеменнің маңайында бір ауылды, мына қайсын дейміз. Мейлі мынандай Ушаново деген ауыл бар екен. Осы Ушановоны соның бір көшесіндегі бір үйді табайын да осыған баса салайын. Бұған жаңағы мынандай қызылмен боялды. Негізінде бұл осы радиусы 500 метр маңайы, ортасындағы жаңағы мен түрткен үй. Енді бұдан кейін ат жөнімді жаздым, телефон нөмірін жаздым, адресім өзі жаңағы есебін шығарады өзі. Сонымен жаңарту деп баса салайын.